1 литр сливкиден 20 штук мороженое дайындаймыз. Ең алдымен сапалы, қою, 33%-дық сливкиді алып аламыз. Мен Коллег фирмасының сливкиін пайдаланып жатырмын. Миксердің баяу жылдамдығынан бастап араластырамыз. Одан кейін қатты жылдамдыққа қоямыз. Осылай 10-15 минут біздің массамыз қою болғанша араластырамыз. Енді осының үстіне сапалы сгущенканы қосамыз. Мен арнайы осылай мороженейдің сыртын сатып алдым. Кез келген мороженое сататын жерлерден алсаңыздар болады. Арнайы пакетке саламыз. Немесе бұндай пакет болмаса, қасықтың көмегімен салсаңыздар да болады. Барлығын салып тастаймыз морозилкаға. Қатқанша, яғни 3-4 сағатқа қалдырамыз. Осымен біздің мороженейіміз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер, ас болсын. Сіздің уақытыңызды алатындай созып 3 минут, 5 минут түсірген рецепті емес, осындай қысқа да нұсқа түсірген және сізге пайдалы болатын рецептерді жоғалтып алмас үшін міндетті түрде менің парақшама тіркеліп алуды ұмытып кетпеңіз. Мен сізді өзімнің парақшамда күтетін боламын. Келесі видеода кездескенше.